Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің атым Ерболат Тоқтар. 1998 жылдың 23 тамызында дүниеге келдім. Қазіргі таңда мектепте мұғалім болып қызмет атқарып келемін. Мен өз білім жолымды Мариновка қазақ орта мектебінде бастадым. Дәл осы мектепте білім алып қана қоймай, кейіннен өз еңбек жолымды да сол қара шаңырақтан бастадым. Яғни Мариновка қазақ орта мектебінде 1 жыл мұғалім болып жұмыс істедім. Бұл мен үшін үлкен тәжірибе мектебі болды. Себебі өзім оқыған ортада ұстаз ретінде қызмет ету ерекше жауапкершілік пен мақтаныш сезімін сыйлады. Кейіннен мен Бастау ауылының нөмір 2 жалпы орта білім беру мектебінде жұмысымды жалғастырдым. Қазіргі уақытта дейін осы мектепте 5 жыл бойы еңбек етіп келемін. Осы жылдар ішінде педагогикалық тәжірибем артып, оқушылармен жұмыс істеу дағдыларым одан әрі дамыды. Білім алу бағытыма келетін болсам, мен Шоқанов Әлиханов атындағы көпсалалы колледжде оқыдым. Кейіннен Шоқанов Әлиханов атындағы университетте жоғары білім алып, өз мамандығымды терең меңгердім. Бұл оқу орындары менің кәсіби қалыптасуыма үлкен үлес қосты. Ұстаздық үлкен жауапкершілікті талап ететін, сонымен қатар аса құрметті мамандық. Мен бұл саланы саналы түрде таңдадым. Себебі жас ұрпақтың білім алып, тәрбиелі болып қалыптасуына өз үлесімді қосу менің басты өмірлік мақсаттарымның бірі. Әрбір оқушы елдің болашағы, сондықтан олардың сапалы білім мен дұрыс тәрбие алуы өте маңызды. Менің басты мақсатым сабақ барысында жаңа педагогикалық технологиялар мен жасанды интеллекті мүмкіндіктерін тиімді қолдану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін, қызығушылығын және тілдік дағдыларын дамыту. Қазіргі заман білім беру жүйесі қарқынды дамып жатқандықтан мұғалім де үнемі ізденісте болып, өз кәсіби шеберлігін жетілдіріп отыруы қажет деп есептеймін. Сол себепті мен өз сабақтарымда инновациялық әдістерді, интерактивті тәсілдерді және цифрлық құралдарды кеңінен қолдануға тырысамын. Топтық жұмыстар, жобалық тапсырмалар, ойын элементтері және кері байланыс беру әдістері оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады, әрі олардың бірлесіп жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Сабақ барысында оқушылардың тек білім алып қана қоймай, өз ойын еркін жеткізе алатын, сыни тұрғыдан ойлайтын, жауапкершілігі жоғары тұлға болып қалыптасуына ерекше мән беремін. Әсіресе тіл үйрету барысында сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу дағдыларын қатар дамытуға басымдық беремін. Сонымен қатар, әр оқушының сабаққа деген қызығушылығын арттыру мен үшін өте маңызды. Осы мақсатта сабақты өмірмен байланыстырып өткізуге түрлі сергіту сәттерін, ойындар мен шығармашылық тапсырмаларды қолдануға тырысамын. Бұл оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына және еркін ойлауына мүмкіндік береді. Болашақта өз білімімді үздіксіз жетілдіріп, жаңа әдіс-тәсілдерді меңгеріп, оларды тәжірибемде тиімді қолдануды жалғастыра беремін. Себебі білім беру үздіксіз даму процесі, ал мұғалім сол дамудың негізгі қозғаушы күші. Назарларыңызға рахмет.